Біздің атамыз Бауыржан Момышұлы деген кісі мынандай керемет сөз айтады. Еркекті жоқ қылатын үш нәрсе бар дейді. Еркекті бұзатын үш нәрсе бар. Арақ, атақ, ақша. Осы үшеуі бұзады дейді. Қараңыз, бізде кейбір еркектер әйелдер бұзады деген сияқты сөздерді айтып жатыр ғой. Жоқ. Бауыржан атамыз айтады. Осы үшеуіне ұрынған еркек енді соның буымен барып әйелдерді бұзады дейді. Енді осы жерде бір талас пайда болады өзі. Жаңа еркектер айтады, әйел кінәлі, әйелдер айтады, еркек кінәлі. Шындап келген кезінде екеуі де кінәлі. Екеуі де кінәлі да. Біріншіден әйелдер жаңа айтады ғой, тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді дей ма? Әйелдер өздері жалаңаштанбаса біз қарамас едік қой дейді да, жігіттер. Екінші жағы, әрбір жігіт намысты болып өзінің қарындасына, әйеліне, қызына қадағалап жалаңаш жүргізбесе ше. Жалаңаш болмаса мысалы үшін да қарасаңыз, еркектер де тыныш болар еді да. Әйелдердің жалаңаштануына еркектер де кінәлі, повод беріп жатқан шығар мүмкін. Жалаңаштарға ешкім қарамай қойса олар амал жоқ киінер еді олар. Демек, жалаңаш өтімді болғаннан кейін жалаңаштанып жатыр да. Айналып келген кезінде жаңағы еркектерді қарасаң еркектер әйел кінәлі, әйелдер еркек кінәлі, деп ұрсақта жатады. Еркектерге айтайын, жарайды. Ол қатын ғой, ол өзіміз айтамыз ғой, қатын екесін деп ше. Сен еркексің ғой сен. Ол сөйлейді мейлі, жаңа ғана кейбір бәдігін сапырып сөйлейтіндер бар шығар, сөйлеп жатыр. Сен әр сөйлеп жатқанмен сөйлей берсең да, сенің еркектік құның қайда қалды сонда? Еркектер не істейді? Аз сөйлеп, көп істеу керек қой. Осы негізгі айтқым келгені бағана Бауыржан атамыздың сөзі ғой. Мына үшеуінен сақ болыңыз. Атақ құмарлық, тәкаппарлық қалып барады. Ақша құмарлық, бұл анау сараңдық қалып барады да. Үшіншісі араққорлық адамдықтан шығарып жібереді. Сөзінің соңында айтады Бауыржан атамыз. Ал қартайғанда дейді да, жаңа ғана әйел кінәлі, сен кінәлі, мен кінәлі деп жүрміз ғой. Қартайғанда дейді да, сенің қазір ғана жек көріп жүрген әйелің сен үшін ең жақын адам болады дейді. Әйелдерге де айтамыз, әйелдерге де қатысты. Қартайған кезде саған шалыңнан жақын адам болмайды. Ал еркектерге қартайған кезде саған кемпіріңнен жақын адам болмайды. Өйткені қазіргі еркелетіп өсіріп отқан балаң ол кезде сенен гөрі әйелі мен баласына көбірек көңіл бөлетін болады. Сен сөзін керек десеңіз, қартайған адамның кейбір сөздерін бар ғой, жас балдар, қуып жатыр деп, сен кейбір сөздеріңді түсінбей де қалатын болады. Сол кезде сенің сол былдыр-былдыр сөзіңді бар ғой, кемпірің ғана түсінетін болады. Ал кемпірің жаңағы бос сөздерін сен ғана түсінетін боласың, болды. Екеуің жыбыр-жыбыр етіп осылай отырасыңдар. Екеуіңді бір-біріңнен артық ешкім түсінбейді. Сол кезде бір-біріңнің қадірлерін білесіңдер дейді.